Sağımız basın edip üç topla bölünüyor. Üç top ko'rsatilgan mana Moğolstan degan xalqlarning ismiga qo'ydim. Ko'pchilar Moğolstan, Abulxayr, Sanat deb. Bular ayda. Sizlar o'sha üç topda ko'rsatilgan bu qushlar. Сөйтіп o'tira qo'yingizlar hozir. Deyman. Ko'pchilarmi? Moğolstanda birinchi qatorda жаңағы Үнжу, Нұрпейсінжу, Әлбек, Сауран, Кәусар, Рахман, Үшінші-да қоса отырдыңыздар ма? Жақсы. Енді қазір бірінші сауалымызды бастамай тұрып, бірінші үй жазылмасын тексерейік. Еге не берді сіздерге? Абордан өттіңіздер біздер? Жақсы, қазір. Ең көп ойын өңдейік. Тақтаға бір-бірден жауап беріп жүрейін ба? Шаға ойын Бізде бірінші сұрақ Ағырда қашан құрылды? 13-ші ғасырда. 13-ші ғасыр. Жақсы. 13-ші ғасырдың? Ғасырдың ортасында. Ортасында. 13-ші ғасырдың ортасында. Азиз сөз айттым. Келесі. Негізін қалаған кім? Слайдта бізде елестетіп қарайтын болсаңыздар, мына үлкен киіз үй берген, үлкен киіз үй, көріпсіздер, алтын орда құлап жатыр. Оның орнына екі жаңа үй тігілген, мына көріпсіздер, ар жағында екі жаңа үй тігілген. Бірі Жетісуда, екінші орталық Қазақстанда. Бірақ бұл үйлердің шаңырағы шайқала бастады. Яғни бұлар бірі Жетісуда болса, екінші орталық Қазақстанда болса, қандай мемлекеттер болуы мүмкін? Қандай мемлекеттер болса Жетісуда. 14-ші ғасырда соңында империя, ол империя бөлшектен осы империя алтын орданың орнына пайда болған мемлекеттер. Қандай мемлекеттер болуы мүмкін? Қалай білесіздер? Жетісуда біреу оңтүстік-шығыс Қазақстанда орналасқан, екінші орталық Қазақстанда. Мысалы, Жетісуда ол қандай? Моғолстанда. Моғолстан сосын екінші орталық Қазақстанда қандай мемлекет бар? Жоқ, Әбілқайыр да. Әбілқайыр шындық тақырыбымыз қандай болып тұр? Әбілқайыр сосын? Моғолстан. Әбілқайыр хан мен Моғолстан. Келесін тақырып жазып алыңыздар. Тақырыбымыз. Әбілқайыр Моғолстан және Әбілқайыр хан деп жазып алыңыздар. Әбілқайыр хан да. Тақырыбымыз. Зерттеу сұрағы Моғолстан мен Әбілқайыр мемлекетіндегі оқиғалар қандай саяси өзгерістерге әкелді? Осындай зерттеу сұрағы. Оқу мақсатта картаны қолданып, 13-15 ғасырдағы мемлекеттердегі саяси үдерістерді түсіну. Картаны қолданып түсінеді. 13-15 ғасырдағы мемлекеттердің этно-әлеуметтік құрылымын анықтау. Енді мемлекеттің орналасуы, мысалы Моғолстан, Жетісу шығыс Түркістанда орналасқан, астанасы Алматы қаласы. Негізін салған Тоғылық темір. Келесі Әбілқайыр хандығы аумағы батыс, солтүстік, орталық Қазақстан Дешті Қыпшақ аумағын алды. Астанасы Сығанақ қаласы. Билеушісі Әбілқайыр хан 1428-ден 68 жылға шейін ел кетті. Топтық жұмыс орындаймыз. Бірінші топ Моғолстан тобы. Сіздер картадан көрсетесіздер. Мұндай картадан сіздер бірінші топқа Моғолстан аумағы астанасын жазасыздар, сосын негізін салған адам жазасыздар, сосын бір факт, бір маңызды факт келтіресіздер. Дәй ма? Карта.
Moğoliston Kazino'na Mana birinchi to'pni qaraysiz-da, mana birinchi to'pda. Ya, Moğoliston belgisi sal markada. Ikkinchi to'pda Astanasini belgilashning havasida bir ma'nosi fakt keltirsa, bir ma'nosi fakt. Ama belgisidir ekan. Qanday belgisi? Belgisi. Stop sizlarga sana o'rnlar mentallik karta deb ataladi, mana qaranglar. Bunda sizlarga sayyohlik videosida keltirgan Abulxayr xonimda. Misol Royatdagi so'z Abulxayr Jengilova, Abulxayr xonimning quruvi, Kerimiy Jalibek Gushuva. O'sha bo'yicha misol Royatdagi so'z 2 ma'lumot ichasida. Hali so'z bo'ldi. Natijasi qanday? Abulxayr Jengilova misol 2 ma'lumot keltirsizlar. Nima? Ravastroychilar, Kerimiy Jalibek Gushuva, Niyatdan ko'chdi. Abulxayr xonimning. Kitapda matndan berilgan matndan жұмыс qilamiz. Kitapda ko'rsatib turadi. Shami sayfish. Moğoliston aumog'i oңтүстік шығыста жетісу. Moğoliston астанасы Алмалы, негізін қалаған тоғылыққан. Bir mаңызды факт, Moğoliston хандары кейін Керей мен Жәнібек сұлтандарға жер беріп, Қазақ хандығының туын тігуге көмектесті. Moğoliston aumog'i міне осы жерді қамтиды. Қай жері ол? Оңтүстік шығыс. Оңтүстік шығысқа Астанда? Иә. Жетісу аймақта. Жақсы. Отырамыз. Әбілқайыр хандығының аумағы батыс Сібірден Сырдарияға дейінгі ұлан-ғайыр жер. Астанасы Сығанақ. Негізін салған Тобылық Темір хан. Bir mаңызды факт, 1457 жылы Әбілқайыр хан ойраттардан жеңіліс тапты. Жақсы. Аумағын қандай деді? Қайттан көрсет. Батыс Сібірден Сырдарияға дейінгі ұлан-ғайыр жер. Иә. Сіздерге берілді саяси үрдістер, ментальдік карталар. Жақсы. Айта ғой. Кім айтады? Ойраттармен соғыс жеңіліспен аяқталды. Ойраттармен соғыс Сығанақ қаласына жақын болды. Әбілқайыр хандығының құрылуы 1428 жылы алғашқы хан Әбілқайыр 15 ғасырдан 20 жылдары құрылды. Әбілқайыр хандығының жеңілуі ойраттардан жеңіліс тапты. Әбілқайырдан кейін хандық күйреді. Керей мен Жәнібектің көшуі Моңғолстанға көшті және 11 ғасырдың 20 жылдарының соңында Керей мен Жәнібек сұлтандар басталған тайпалардың бір бөлігі. Ya 15. ғасыр var. 10 емес, 15 қате. Жақсы. Жақсы отырамыз. Бірінші топ сіздерге мында деген Әбілқайыр хандығы мен Моғолстанның тайпаларын белгілейсіздер. Тайпаларын сосын ортақ белгілеп тұрасыздар. Бұл Вен диаграммасы деп аталады. Вен диаграммасы. Екі жағынан Әбілқайыр хандығы мен Моғолстанның руларын белгілейсіздер. Сосын екеуіне ортақ белгісін жазасыздар. Қалай сонда олардың нелерін жазамыз? Ортақ белгісін екі тайпалардың екеуіне ортақ қандай белгі жазасыздар. Келесі. Екінші топ. Тарихи диктант деп аталады сіздерге. Тарихи диктант мәтіндегі сөздерді орнына қойып
жазасыздар, жарай ма? Ойлайсыз, Әбілқайыр хан ұзақ билеуші болды ма? Дәлел келтіресіңдер. Екінші, халық Әбілқайыр ханнан кеткісі келді ме? Дәлел. Кітаппен, сосын мәтінмен жұмыстансын. Бірінші тапсырмада көстерілгенше 6 балл береді. Екінші тапсырмада 3 балдан береді. Түсіндіңдер ма? Ескеріп тұрыңызшы. Сосын бекіту сұрақтарына 8 балл жасаңыздар. 8-9-10 балл. 8-9-10 балл ұпай. Тасымаларды айтып тасымаларды айтып Нұрышты Моғолстан тобы бірі қошын айта қойыңызшы. Айта қойың, біреуін айта қойың. Моғолстан дулар, ханлылар үстіне керейлер. Әбілқайыр ханның негізгі жоспарлары Арғын, Харлық, Найман. Ортақ 14-15 ғасырларда үстемдік кезден екеуі де түлеттірген. Жақсы, өте жақсы. Отыралым. Алтын Орда ыдыраған соң екі мемлекет пайда болды. Бірі Моғолстан жетісу жерінде. Екіншісі Әбілқайыр орталық Қазақстанда. Әбілқайыр хан қатал билеуші болды. Халық одан шаршап басқа жаққа көше бастады. Моғолстан мемлекеті жетісу жерінде құрылды. Орталық Қазақстанды Әбілқайыр хан биледі. Сіздерге берілген екі сұрақтар болды. Әбілқайыр хан жұмсақ сөйлеуші болған. Дәлел, өте қатал саясат ұстанды. Екінші сұрақ. Халық Әбілқайыр ханнан кеткісі келді. Дәлел, Моғолстанға көшті. Дұрыс. Жас оқушылар енді оны топ бойынша манағандай бір-бірімізді бағалап жүрейік. Ал балалар, онда бір-бірімізді бағалап жүрейік топ бойынша. Моғолстан, Сығанақ қаласы, Сығанақ тобын, Сығанақ Әбілқайыр тобын. Осы не бойынша тапсырмалар бойынша. Бір топ. Менің ойымша екінші топ өте керемет және де бірлікпен жұмыс жасап отыр. Өте керемет балл беріледі. Жақсы, келесі. Менің ойымша үшінші топ бірлікпен жұмыс жасады, топпен жұмыс жасады. Деталды картаны жақсы орындады. Бірінші топ Моғолстан тобы бізге ақпараттар берді. Тапсырмалардың кестелерін өте керемет жасады. Онда бүгінгі сұрағымыз бойынша осы бекіту сұрақтарының теория бойынша дәлелдеп қарай берейік. Жақсы ма? Сканерлеп телефонмен аша аласыз. Бүгінгі сұрағымыз аяқталуға
мәліметтер алдыңыз да сол туралы кері байланыс жасап жүріңіздер. Осы бойынша тақтаға шығып біреуден кері байланыс жасап. Бүгінгі сабақта біз тың мәліметтер алдық. Моңғолстан туралы көп деректер білдік. Моңғолстан мен Әбілқайыр хан айырмашылықтарын білдік. Жақсы. Бүгінгі сабақта мен өзіме керекті көп мәліметтер білдім. Моңғолстанның астанасы Алмалық, Әбілқайыр хандығының астанасы Сығанақ екенін білдім. Бүгінгі сабақ маған күшті өтті. Мен Моңғолстан Әбілқайыр хандығына көп деректер алдым. Өзімнің білмеген сұрақтарымды да білдім. Бүгін сабақ маған күшті өтті. Жақсы. Жақсы оқушылар, бүгін сабаққа белсенді қатысыңдар. Кейбір қатысып отырғандар да болды, жаңа сұрақтарға жауап беріп, уақытты жауап беріңдер. Сол бойынша сіздерді бағалаймын. Үй тапсырмасы осы Моңғолстан Әбілқайыр хандығы үй тапсырмасы жазып алып.